Alhamdulillahi Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, ala habibina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Құрметті бауырлар, өткен сабақтарымызда біз осы рух кітабын оқи бастадық. Ол жерде мұсылман адам қабірстанға, зиратқа барған кезде ол жердегілерге сәлем беру жайында, және ол жерде жерленгендер біздің сәлемімізді еститіні жайында айтқан едік, хадистерді де айттық, оқиғаларды да айттық. Енді сол әңгімемізді әрмен қарай жалғастыратын боламыз. قال يزيد ابن هارون деген кісі былай деп айтады: أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن ابن ساسة خرج في جنازة في يوم وعليه ثياب خفاف. Әби Усман ан-Нахди деген кісі Ибн Саса деген адамның бір күні жаназаға шыққаны туралы айтады. Жаназаға баруға шыққан. Фантаха иля қабр. Қабірстанға, зиратқа келді дейді. Қол фасаллайту ракаатайни сумма иттакату алейхи. Сол қабірстанға жеткеннен кейін екі ракат намаз оқыдым да бір қабірге сүйендім дейді. Фаваллахи инна қалби ла яқизан иф самиату саутан минал қабр. Алла, мен ант етемін дейді, менің жүрегім ояу дейді, бәрін біліп тұрмын дейді, қабірдің ішінен дауыс естідім дейді. Қабірдің ішінен дауыс естідім дейді. Илайка анни ла ту'зини фа иннакум қаумун та'малуна ва ла та'ламун. Ары тұр деп айтты дейді, қабірдегі дауыс. Маған зиян тигізбе. Сендер дейді амал жасайтын, бірақ білмейтін қауымсыңдар дейді. Сендерде амал бар, бірақ ілім жоқ дейді. Былайша айтқанда. Ва нахну қаумун на'лам ва ла на'мал. Біз болсақ білім бар дейді бізде, біз білеміз дейді, бірақ амал ету мүмкіндігі жоқ бізде дейді. Ва ла ан якуна ли мислу ракаатайка ахабба илайя мин каза ва каза дейді. Сенің оқыған екі ракағат намазың бар ғой, мен үшін ана нәрсе мына нәрседен болғаннан артық дейді. Фахаза қад алима биттикаи ар-раджули алал қабри ва би салатихи. Автор айтып тұр, мынау қабірдегі адам дейді, оған басқа бір адам қабіріне сүйенгенін және намаз оқығанды біліп тұр дейді. Ва қала ибн Аби Дунья. Ибн Аби Дунья деген кісі айтады: хаддасана Абу Қулаба дейді. Абу Қулаба деген кісі былай деп айтады: Ақбалту мин аш-Шами илал Басра. Шам жақтан, Сирия жақтардан Басраға қарай шықтым дейді. Фаназалту манзилан. Бір жерге тоқтадым дейді. Фататаххарту ва саллайту ракаатайни билейл. Дәрет алып екі ракат намаз оқыдым дейді түнгі. Сумма вадату раси аля қабр. Кейін басымды қабірдің үстіне қойып жаттым дейді. Фанимту, ұйықтадым. Сумма табахту. Кейін бір нәрсені байқадым. Фаиза сахибул қабри яштакини. Қабірде жатқан адам шағымданды дейді. Яқулу қад азайтани мунзул лейла. Түні бойы маған зиян тигіздің ғой дейді. Қиындық туғыздың ғой дейді. Сумма қала иннакум та'малуна ва ла та'ламун. Сендер амал етесіңдер, бірақ білмейсіңдер дейді. Біз болсақ ва нахну на'ламу ва ла нақдиру алал амал. Біз болса білім бар дейді бізде, бірақ амал ету мүмкіндігі жоқ дейді. Сумма қала, кейін айтты: ар-ракаатани аллатани ракахтахума хайрун мин ад-дуnya ва ма фиха. Сенің оқыған екі ракағат намаздарың дейді, мен үшін дейді, дүние және оның ішінде не бар, соның бәрінен артық дейді. Яғни қабірдегі адамдар екі ракағат намазға мұқтаж болып қалады ғой. Сол дүниеде не бар, соның бәрінен артық дейді. Сумма қала, кейін айтты дейді: жазаллаху ахла дуnya хайра. Мына дүниеде жүргендердің, тірілердің дейді, тірілерге Алла Тағала разы болсын деп айтқанда. Ақрихум минна салам. Оларға бізден сәлем айт дейді. Фа иннаху ядхулу алейна мин дуаихим нуру амсалил джибал. Ақиқатында дейді, бізге олардың дұғасының нұры тау сияқты келіп тұрады, таудай болып келіп тұрады дейді. Шын мәнінде солай. Былай, мына жалпы жолдың бойында өтіп бара жатқан уақытта бар ғой, бізде
мынандай мәселе бар. Бет сипау деген бар ғой. Зираттардың қасынан өтіп бара жатқан бет сипау. Кейбіреулер түнде сипауға бола ма деп сол сұрақ қойып жатады. Негізі мәселе бұл жерде бет сипау емес. Негізі мәселе дұға ету да. Ал бет қашан сипалады? Дұғаның соңында. Сол үшін бұл жерде бетіңді сипама, бірақ дұға ету маңызды да. Ғалымдар айтады, кімде-кім қабірдің қасынан өтіп, ол жердегілерге дұға тілемейтін болса, ол өзіне және қабірстанда жатқандарға қиянат жасағаны дейді. Сол үшін ол жерде маңыздысы дұға тілеп өту. Неге? Өйткені сіздің дұғаңыздың шарапаты оларға тиюі мүмкін да. Сіз мүсәпір болуыңыз мүмкін. Жолда келе жатуыңыз мүмкін. Сол уақытта сіз оларға дұға тілесеңіз, дұғаңыз қабыл болып, әлгілерге ол дұғаңыз нұр болып шарапат болып келуі мүмкін. Қияметте ол аруақтар сіздерге жаңағындай ризашылығын білдіруі мүмкін. Ішінде сондай салиқалы біреулер болып, сіздерге шапағат етуі де мүмкін. Қараңыздар, сіздерге болысуы да мүмкін. Сол үшін сол зираттан өтіп бара жатқан кезде дұғаға немқұрайлы қарамау керек. Дұға тілеп өту керек. Мүмкіндігінше арабшасын жаттап алыңыздар. Арабшасын айтыңыз. Болмаса қазақшада дұға тілеп өтсеңіз болады. Жақсы ма? Түнде дұға тілемеу себебі мүмкін бұл зират кімнің екенін білмеуі мүмкін, сондықтан шығуы мүмкін бұл сөз. Мұсылмандар емес зираты болуы мүмкін да, ол жерде сіз дұға тілей алмайсыз ғой. Сондықтан сол себепті айтуы мүмкін. Айтпесе ешқандай бір несі проблемасы жоқ. Келесі. Абдулла ибн Абдилла, Муттариф ибн Абдилла деген кісі былай деп айтады. Харажна иля ар-Раби' фи заманиhi. Ар-Раби'тың заманында соған шықтық дейді біз. Зиярат етуге. Фақулна надхулу яумал джума ли шухудиха дейді. Ва тариқуна алал мақбара дейді. Жолда келе жатқанда жұмаға қатысады. Сосын жолдың үстінде не болады? Зират болады. Қоля фадахална фараайту жаназатан фил мақбара. Зиратқа кірген едік, ол жерде жаназа болып жатқан көрдік. Фақулту лау ихтанамту шухуд хадихи жаназа. Фашахидтуха дейді. Осы жаназаға қатысып бір пайда алып қалайын, яғни сауабына кенеліп қалайын деп ниет қылдым дейді, сол қатыстым дейді. Қоля фатазалту нахиятан қариба мен қабір. Намаз оқып болған соң былай кеттім дейді. Кішкене. Фаракату ракатайни хаффафтухума лам арда итқанахума дейді. Сөйтіп мен 2 ракағат оқыдым дейді, жеңіл 2 ракағат оқыдым дейді. Бірақ ана кемелдігіне өзім разы болмадым дейді. Оқыдым, бірақ ондай қатты разы болмадым дейді. Ва нимту фараайту сахибал қабри юкаллимуни. Ұйықтадым, ұйықтаған кезде қабірдегі жатқан адамды көрдім дейді, менімен сөйлескені дейді. Былай деп айтты дейді. Раката ракатайни лам тарда итқанахума дейді. Сен 2 ракағат оқыдың дейді, бірақ көңілің толмады дейді. Ана қабірдегі адам айтып отыр ғой. Культу вақат кана залик. Я солай болды деп айттым дейді. Қоля та'малуна ва ла та'ламун. Сендер амал етесіңдер де, бірақ білім жоқ сендерде. Яғни біз ар жаққа барып көрген жоқпыз ғой. Олар оны көріп отыр. Ва нa'ламу ва ла настати'у ан нa'мал. Біз болсақ білеміз, бірақ амал ету мүмкіндік жоқ бізде дейді. Амал жасай алмаймыз. Ол мүмкіндіктен олар айырылған. Ла ан акуна рак'ата мисла рак'атайка ахаббу илайя мин ад-дуnya би хазафириха. Сенің оқыған 2 ракағат намазың бар ғой. Мен үшін дүние және оның қандай қызығы бар үстінде, соның бәрінен артық дейді. Қарашы, 2 ракағаттың өзіне мұқтаж болып отыр да. Фақулту ман хахуна. Мұнда кім деп айттым дейді. Кімдер жатыр мұнда деп сұрадым дейді. Фақала куллухум муслим. Барлығы мұсылмандар деп айтты дейді. Ва куллухум қад асаба хайран. Барлығы әйтеуір жақсылыққа жолықты деп айтады. Фақулту ман хахуна афдал. Мынаның ішіндегілердің қайсысы ең абзал деп сұрадым дейді. Фа ашара иля қабр. Бір қабірге ишарат етті дейді. Фақулту фи нафси. Мен ішімнен былай деп сұрадым дейді. Аллахумма раббана ахришу илайя фа укаллимаху дейді. Я Алла Тағала, оны маған шығаршы, мен онымен сөйлесейін дедім дейді. Алладан солай дұға тілеген. Қоля фа хаража мин қабрихи. Ол қабірінен шығып
Ол қабірден жас бала шықты дейді. Жас жігіт шықты дейді. Фақулт анта афдалу мин хахуна. Сен бұл жерде жатқандардың ең абзалысың ба деп. Қад қалу зәлик. Солай деп айтады дейді әлгі жігіт. Қулту фаби айи шайин нилта зәлик. Сен бұған қалай жеттің дейді, мұндай дәрежеге. Фаваллахи ма ара лака зәлика син. Сені мен жас көріп тұрмын дейді. Соншалықты бір дәрежеге жетіп қалатындай, сені жас көріп тұрмын дейді. Фақул нилта зәлика битулил хаджи вал умра вал джихади фи сабилиллахи вал амал. Сен бұл дәрежеге қажылықпен, умрамен, Алла жолында джихадпен, басқа да бір амалдармен жеттің ба дейді. Қалай жеттің деп сұрап тұр ғой. Қала қад убтулиту бил масайб. Мен көп сыналдым дейді. Көп сынаққа алындым дейді. Фарузиқту сабр алейха дейді. Бірақ маған соған дейді сабырлық берілді дейді. Сабыр ету маған Алла тағала берді дейді. Фабизалика фадалту дейді. Мен солармен, сол амалыммен дейді, мына жерде жатқандардан артық болдым дейді, абзал болдым дейді. Енді бұл жерде назар салыңыздар. Автор былай деп айтады. وهذه المرائي وإن لم تصح بمجردها لإثبات مثل ذلك. Былай дейді. Мына көрген түстер бар ғой, аруақтармен сөйлескені. Жеке-жеке алғанда сахих болмаса да дейді. Сахих болмаса да, жеке-жеке келгенде дейді. Жаңа оны сахих деп айтуына сондай жеткілікті болмаса да дейді. فهي على كثرتها وإنها لا يحصيها إلا الله قد تواتأت على هذا المعنى дейді. Бұлардың көп болғаны соншалық дейді, оның санын Алла біледі дейді. Бірақ бір-біріне ұйқасып тұр дейді, сәйкес келіп тұр. Мағынасы бәрі бір дейді. Яғни осы аруақпен сөйлесу, кездесу туралы болып тұр дейді. Уақат қала нәбиу саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтты дейді. Ара руяакум қад тауатуат дейді. Мен сендердің түстеріңді дейді, пайғамбарымыз айтып отыр. Сендердің түстеріңді бір-біріне ұйқасып жатқанын көріп тұрмын дейді. Яғни бір мезгілде адамдардың түстері бар ғой. Бірдей болып кететін болса, ұйқасып кететін болса, ол дұрыстығын білдіреді. Ол да бір Алла Тағаладан хабар деген сияқты болады. Аян екені білінеді. Ол жайдан емес, бірнеше адам бір түсті бірдей қылып көруі. Түсініңіздер ме? Ол да бір белгі дейді. Пайғамбарым саллаллаху алейхи вассалам осыны айтып отыр. Мен сендердің түстеріңді дейді, түс көрулеріңді дейді, бір-біріне ұқсап тұрғанын байқап тұрмын дейді да, көріп тұрмын дейді. Ол дұрыстығын, ақиқаттығын бір кезінде мына азанды солай бекіген білесіздер, иә? Бірнеше адам азан шақыруды түсінде көрген да, солай бекіген. Әртүрлі пікір айтылады ғой. Намазға қалай шақырамыз дегенде біреулер христиандар сияқты немен колоколмен шақырайды деген сияқты пікірлер еді. Сонда бірнеше сахаба осыны түсте көрген. Азан шақырудың. Қазір біз шақыратын азан бар ғой, соны түсінде көрген да. Сөйтіп сол азан бізге бекіген. فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على شيء كان كتواطؤ روايتهم له كتواطؤ رأيهم على استحسانه واستقباحه. Егер де мұсылмандардың түсі осылай сәйкес келетін болса, біріне сәйкес келетін болса, үйлесіп жаңағыдай не болып тұрса дейді, ұйқасып тұрса, онда ол риуаят етудің бірдей болған сияқты дейді. Түсініңіздер ме? Хадистер риуаят етеді, бірнеше адамдар бірін-бірін күшейтеді ғой хадистер. Сол сияқты дейді, бұл бірнеше адамдың түстері бір түрлі түстерді көру. Ол бір-бірін не істейді? Күшейтіп тұрады дейді. Негізі бұны хадис деп айтады біреулер, бірақ негізінде ол Ибн Масғудтың сөзі деп келеді. Марахул муслимуна хасанан фаху индаллахи хасанун дейді. Не нәрсені мұсылмандар жақсы деп қараса, ол Алланың құзырында жақсы деп қабылданады дейді. Ал керісінше, ва мараху муслимуна қабихан фаху индаллахи қабих дейді. Бір нәрсені жек көрініші жаман нәрсе деп қабылдаса мұсылмандар, ол Алланың құзырында да жаман дейді. Бұл Ибн Масғудтың сөзі. Десек те,
Ибн Масғуд бұл сөзді аспаннан алып айтпайды, өзінің тарапынан айтпайды, солай ма? Демек ол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам соған ұқсас бір нәрсе естіді. Түсіндіңіздер ме? Немесе оның хадистерінен соны шығарып тұр. Мұсылмандар не нәрсені қабылдаса жақсы деп, онда Алла да оны жақсы деп қабылдайды дейді. وقد ثبت في الصحيح أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه дейді. Бұл жерде бұның бәрін қолдайтын нәрсе пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи хадисі. Адамды жерлеп болғаннан кейін, сол жерлеген адамдар кетіп бара жатқан кезде рух қайта кіреді, сол жерленген адам кетіп бара жатқан адамдардың басып бара жатқан аяғының несін, дыбысын естиді деген сахих хадисте бар. Осы хадис ананың нелерге қуаттаушы болады. Яғни мәйіттер қабір деген еститініне дәлел болады. Түсіндіңіздер ме? Ол жайдан жай емес. Фаррауа Муслим фи сахихи. Муслим өзінің сахих жинағында былай деп айтады. Мин хадис Абдуррахман ибн Шамасата ал-Махри дейді. Жаңа Абдуррахман ибн Шамаса ал-Махриден келтіреді. Қола хадарна Амр ибн ал-Ас. Ва хуа фи сияқ il-маут. Біз дейді Амр ибн ал-Асқа келдік дейді. Сахаби. Ол өлім халінде жатқан еді дейді. Фабака тауилан. Ол ұзақ жылады дейді. Ұзақ жылады дейді. Ва хауала вajhahu ila al-jidar. Жылап жүзін, бетін дуалға қаратай бұрып алды дейді. Фажаала ибнуху яқул. Баласы оған айтты дейді. Ма юбкика я абата. Әкешім, не себепті жылап отырсың? Деп сұрайды. Ама башарака Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям бекада дейді. Алла тағала сені, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сені сүйіншілемеді ме дейді. Фаақбала би вajhihi фақала. Бұрылып былай деді дейді. Инна афдала ма науду шахадат ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан Расулуллах. Ең жақсы нәрсе дейді, біз есептейтін нәрсе ол шахада дейді. Ла илаха иллаллах, яғни Мұхаммад Алланың елшісі екеніне куәлік дейді. Ең жақсы нәрсе дейді. Ва инни кунту ала атбақин салас. Мен 3 деңгейде болдым дейді. Кім айтып жатыр? Амр ибн ал-Ас. Мен 3 деңгейде болдым дейді. Лақат раайтуни ва ма ахада ашадда буғдан ли Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям минни дейді. Қараңыздар. Мен дейді сондай кезім болды. Алланың елшісін дейді менен артық жек көретін адам болмады дейді. Қараңыздар. Менен артық жек көретін адам болмады дейді. Мен сондай деңгейде болдым дейді. Вала ахабба илайя ан акуна қад истамканту минху фақаталтуху дейді. Мен дейді бір мүмкіндік туып дейді Алланың елшісін өлтіруге сондай қаладым дейді. Өлтіргім келді оны дейді. Фалау митту аля залика ал-хали ла кунту мин ахли ан-нар. Егер осы халде өлгенімде дейді, мен тозақлардан болар едім ғой дейді. Егер осы халде өтіп кеткенімде дейді, сол ниетте, яғни дінді қабылдамай, сол пайғамбарды жек көрген бойда дүниеден өтіп кеткенімде дейді, мен тозақтықтардан болатын едім ғой дейді. Фаламма жа'ала Аллаху ал-ислама фи қалби лақиту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Алла тағала жүрегіме дінді кіргізгенде дейді, яғни иман еттім ғой дейді, Алланың елшісін кезіктім дейді. Фақульту, айттым дейді. Ипсет ядака фала убайяк дейді. Қолыңды бер, мен саған ант берем деп айтты дейді. Фабасата яминаху. Ол оң қолын берді дейді. Қала фақабатту яди дейді. Мен қолымды қыстым дейді. Фақола ма лака я Амр. Не болды Амр деп сұрады дейді. Не болды деп сұрады дейді. Қала қульту. Мен былай дедім дейді. Аратту ан аштарита. Мен бір шарт жасайын дедім дейді. Қала таштариту мада. Не шарт жасайын дедім. Қульту ан яғфира ли дейді. Алла тағала менің кешіргенімді дейді. Пайғамбарымыз сосын былай деп айтты дейді. Ама алимта анна ислама яхдиму ма кана қаблаху. Сен дейді, ислам одан бұрынғы болған нәрсені кешіретін білмейсің ба дейді. Яғни ислам дінін қабылдаған кезде оның күнәлары кешіріліп кететін сен білмейсің ба дейді. Ва аннал хижрата тахдиму ма кана қаблаха. Хижрет оның алдында болған нәрсені кешіретін білмедің ба дейді.
فإن الحج يهدم ما كان قبله. Ақиқатында қажылық алдында болған нәрсені кешіреді деп айтады. وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Маған дейді Алланың елшісінен сүйкімді ешкім болмады дейді. ولا أجل في عيني منه дейді. Және менің алдымда дейді одан артық ешкім болмады дейді. وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. Және дейді оған деген зор құрметімнен оған көз толтырып қарай алмадым дейді. Бүйтіп кішірейіп тұратын болғанда сахабалар. Абу Бәкір, кім, Али дейді, кім дейді, Осман дейді, бәрі пайғамбарымыздың алдында саллаллаху тұрған уақытта кішірейіп назарларын төмен тұратын болған. Көз толтырып пайғамбарымыз саллаллаху қарай алмағаннан зор құрметім. Бұл соны айтып жатыр да. فلو سئلت أن أصفه дейді, ما أطقت дейді. Егер де біреу маған оны сипаттап десе дейді, оған шамам келмес еді дейді. لأني لم أكن أملأ عيني منه. Себебі дейді мен оған көз толтырып сол қарамадым дейді. Шірейіп төмен қарап тұратын болған пайғамбардың алдында саллаллаху алейхи ва саллям. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. Егер мен осы халде өтетін болсам дейді, жәннаттықтан болуын қалаймын дейді өзімді. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها дейді. Кейін біздерге көп нәрсе жүктелді дейді. Енді Мысырға осы кісі барған, білесіздер. Мысырда ашқан осы. Осыған қатысты мен халім не болатынын білмеймін дейді. Қаншама іс тапсырылды, аманат етілді дейді. Осыған қатысты біздің жағдайымыз, халіміз қалай болатынын мен білмеймін дейді. فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار дейді. Егер мен егер емес, бұл жерде мен дүниеден өткен кезде дейді, менің артымнан дейді, жаңа жоқтау айтатын әйелдер нелер болмасын дейді. Ол кезде де болған да, жоқтау айтып, айқайлап, жылап, және от жағылмасын дейді. فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا. Жерлегеннен кейін менің үстіне топырақты жабыңдар дейді. ثم أقيموا حول قبري. Одан кейін қабірімнің қасында тұрыңдар деп айтты. Қараңыздар, қабірімнің қасында тұрыңдар, жерлей салып кете салмаңдар. قدر ما تنحر جزور. Сойылатын мал сойылып болғанша дейді. ويقسم لحمها. Және еті тарап болатындай уақыт тұрыңдар дейді. Мал шалынады, еті таратылады. Соншама уақыт, 1 сағат па, мысалға, үлкен мал 1 сағат шалыну мүмкін, ет таратылып мүмкін. Сонша уақыт менің қабірімнің қасында тұрыңдар дейді. Хатта астаниса бикум. Сендерді қасымда болғандарын сезіп тұру дейді. Дүниеден өткенде солай жасаңдар деп тұр да. وأنظر ماذا أراجع به رسول الرب дейді. Және Алланың елшілеріне не деп жауап беруін қарау үшін дейді. Қасымда болыңдар, поддержка беріп тұрыңдар дейді. Бұл қайда келеді? Муслимнің жинағында келеді. Жерлей салып кетпейіңдер дейді. Бізде сол әдет бар. Құран оқимыз, ол жерде дұға тілейміз. Жаңағыдай жаба салып кете салмаймыз да. Қараңыздар, қандай керемет, е? وقال الخلال في الجامع كتاب القراءة عند القبور. Халал деген кісі жами кітапта қабір басында Құран оқуға қатысты деген неде бөлімде أخبرنا العباس ابن محمد الدوري حدثنا يحيى ابن معين حدثنا مباشر الخلبي حدثني عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلج عن أبيه. Тізбегін айтып отыр да бұл жерде. Абдуррахман Алла ибн Ал-Лajlaj деген кісі өзінің әкесінен былай деп айтады. Қауля әби дейді, әкем айтты дейді. Иза ана митту фадани фил лахди. Мен дүниеден өткен уақытта дейді, мені лақатқа жатқыз дейді. Лақат деген білесіздер, қабірдің ішінде лақат қазылады. Жанына немесе ортаға қазылады.
енді әр жақта әртүрлі қойылады. Вақул бисмилля уа аля суннати расулилля. Бисмилля уа аля суннати расулилля деп қой дейді да. Негізі сүннет бойынша солай қойылады. Ана қабірге қойып жатады ғой адамды. Бисмилля уа аля суннати расулилля деп қойылады. Ва санна алейя тураба санна. Яғни топырақпен жабыңдар дейді. Вақра инда раси би фатихатил бақара ва хатиматиха дейді. Бас жағымда, менің қасымда, қабірдің басында бақараның басы мен соңын оқы дейді. Қараңыздар. Яғни бақараның алғашқы 5 аяты, сосын соңғы 2 аяты бізде оқу дәстүрімізде бар. Түсіндіңіздер ме? Міне бұл қай жерден келіп жатыр? Аспаннан алынған жоқ та бұл. فإني سمعت عبد الله ибн عمر يقول ذلك. Мен деді Абдулла ибн Умар осылай айтатынын естіген едім деп айтады дейді. Абдулла ибн Умар негізі солай өсиет ететін болған. Артында қалғандарына менің басымда бақараның басын және аяғын оқыңдар деді. Енді бір тағы қызықты ақпарат. Қоли Аббас ад-Даури саалту Ахмад ибн Хамбал. Құлту. Аббас ад-Даури Ахмад ибн Хамбалдан сұрап былай деді. Тахфазу фил қираати алал қабри шай'a. Қабір басында Құран оқу жайында бір нәрсе жаттадың ба дейді, яғни хадис білесің ба деп сұрадым дейді. Фақола ла. Жоқ деп айтты дейді да Ахмад ибн Хамбал. وسألت يحيى بن معين فحدثني بهذا الحديث дейді. Яхия ибн Маиннан сұрап едім, ол маған осы хадисті айтты дейді. قال خلال وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق حدثني علي بن موسى الحداد وكان صدوقا. علي بن موسى الحداد деген кісі жеткізеді. және ол садуқ, яғни одан хадис қабылданатын кісі болған, шыншылдардан болған. قال كنت مع أحمد بن حنبل. Мен Ахмад ибн Хамбалмен бірге болған едім дейді. ومحمد ибн Қудам аль-Джаухари фи жаназа. және онымен қоса оның шәкірті Мұхаммад ибн Қудаммен бірге жаназада болдық дейді. Ахмад ибн Хамбал және оның шәкірті Мұхаммад ибн Қудаммен бірге. فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر. Мәйіт жерленгеннен кейін көз көрмейтін бір адам қабірдің қасында Құран оқи бастады дейді. Адам жерленді, бір адам Құран оқи бастады дейді. فقال له أحمد. Ахмад оған былай деп айтты. يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة. Пәленше, қабір басында Құран оқу бидғат деп айтты дейді. Қабір басында Құран оқу бидғат деп айтты дейді. فلما خرجنا من المقابر. Қабірстаннан шыққан кезімізде дейді. قال محمد ибн Қудама ли Ахмад ибн Хамбал. Оның шәкірті Мұхаммад ибн Қудама, қараңыздар, Ахмад ибн Хамбалға былай дейді. Я Аба Абдилла. Ахмад ибн Хамбалның несі болған, екінші аты Абу Абдилла деген. Яғни оның Абдулла деген баласы болған. Ол да атақты ғалым болған. Ма тақулу фи Мубашшар аль-Халби. Мубашшар аль-Халби жайында не айтасың дейді. Мубашшар аль-Халби жайында не айтасың деп кімнен сұрап отыр? Ахмад ибн Хамбалдан Мұхаммад ибн Қудама сұрап отыр. Қолла сиқа. Сенімді деп айтты. Яғни одан хадис алынатын адам деп айтты дейді. Қолла катабта анху шай'ан. Сен одан бір нәрсе жаздың ба дейді. Яғни хадис алдың ба дейді одан. Қолла наам, я деп айтты дейді. Фа ахбарани Мубашшар ан Абдир-Рахман ибн Алла ибн Лажлаж. Мұхаммад ибн Қудама жалғастырып былай деп айтады. Жаңағы айтып отырған Мубашшар аль-Халби бар ғой. Сол Абдур-Рахман ибн Аль-Лажлаж, Алла ибн Аль-Лажлаждан ол әкесінен аннаху ауса иза дуфина ан яқра инда раси би фатихатил бақара ва хатиматиха дейді. Жаңа жоғарыдағы жағдай бар ғой. Мені жерлегеннен кейін әкесі өсиет айтып отыр ғой. Сол жағдайды айтып беріп отыр да. Яғни оған әкесі не деген? Жерлеп болғаннан кейін менің басымда, қабір басында Фатиханың басын және кешіріңіздер, Бақараның басын және аяғын оқы деп өсиет еткен дейді да. Қараңыздар. Вақола
Самиату ибн Умара юси бизалик. Және әкесі әрмен қарай жалғасып жоғарыда айтқандай, мен ибн Умар солай өсиет еткенін естідім деп айтқан да. Мубашшар ал-Халбиді Ахмад ибн Хамбал қабылдап тұр оның хадистерін. Енді бұл хадис жаңағы оқиға жағдай қабір басында Бақара сүресінің жалпы Құран оқылу, көрдіңіздер ме? Сол немен келіп тұр, сахих жолмен оған жетіп тұр, оны қабылдап тұр да. Фақала лаху Ахмад. Оны естіген Ахмад былай деп айтады. Фарджи ва қул лир-раджули яқра дейді. Барда дейді, қайтып бардан жерге әлгі адамға оқысын деп айтты дейді. Бидғат деп айтты, бірақ оған хадис осындай бар деді, және сенімді адамнан келтірілді. Сонда Ахмад ибн Хамбал көзқарасын өзгертіп не деді? Барып Құран оқысын деді дейді. Қараңыздар, қандай керемет. Яғни Құран оқу заңды нәрсе. Біреулер оны бидғат деп жатыр да. Жоқ, оған негіз бар да. Сол үшін қабір басына барған кезде оларға сәлем беріп қана қоймай, Құран оқып қайтсақ өте жақсы болады. Өзіңіз үшін сауап, және ол жерде жатқандар үшін де шарапаты тиіп, пайдасы да тиіп қалуы мүмкін.